Қалайсыңдар сендермен бірге дейді. Иә достар, короче, біз бүгін Майнкрафтта көріп тұрғандарындай мен мынандай алған істеген болатынмын. И бүгін біз осы Майнкрафтта модтарды осы жерге жинайтын боламыз. Модтарды, яғни мысалы ит қай жерде өмір сүреді, соған төртбұрыштетіп, соған лайықты үй жасап, итті соған кіргізетін боламыз. Сендер арнаға тіркелген лайктарыңды басып кетіңдер, ал біз кеттік. Короче, түсінгендерінде менде мынандай сәл судың осында шетке істеген болатынмын. Міне, и бізде осындай мына жақта факелдер бар, себебі түнде мобтар пайда болмау үшін. Бұл жақта там зомби келіп бізді өлтіріп кетпей жүр. Яқта менің 2 сундығым, верстагым и 2 итім бар. И біз бірінші неден бастайтын боламыз. Дайте мына жақтан бастайық. Яқта бізде ламалар дейміз, бірақ қойшы, бізге шөл далаға бару керек. Бірінші түйені алайық. Давайте соған барып, бізде мына жақта бізге лопата керек. Менде камень екен. Ну и ладно, лопатаны алайық. И бізге не керек? Кеш батайын деп жатыр ма? Ладно, бізге жіп керек. Жіп бар ма бізде? Нит керек бізге? Так, жоқ екен, я. Окей. Біз онда жіп жоқ жерден қазір жіп тауып алатын боламыз. Бұл қалай десеңдер, бұл бұлай. Түсіндіңдер ме? Короче, осыларды өлтіру керек. Мыналар мені өлтіреді, бірақ наға десем ұрмайтындар. Әй, сен ұрмадың ғой мен. Мыналар маған түкіріп жатыр. Түкіре бермеш. Мен иттерімді тұрғызып алмайын ба? Иттерімді тұрғызып алайын, сол кезде иттерім аналардың жанын шығарып тастайды. Так, тұрасың сен, и ты тоже тұрасың. Ладно, кеттік. Мыналар маған десе, иттерім қорғайды мені барып. Так, мыналар жүзіп кетіп баратыр. Мыналарға похуй екен, я. Ладно, бізде жүздейік тогда. Қандарын, өлді. Жіп түсті ма? Ана кетіп баратыр, жіп. Жіп, кәні. Жіп. Все, мен екеуін де алдым. Иттерім анамен төбелесе берсін. Пока что біз түйеге керек. Ананы өлтіреді. Бір-бірмен түкіріп, бір-бірмен төбелес жатыр. Так, біз алыс жолға бару үшін біз өзімізге тамақ алу керекпіз. Тамақ бар ма бізде? Так, 27 нан бар екен. Ладно, пойдет. Кеттік, енді бізде мен иттерім өліп қалмады ма? Нормально екен. Так, бізде мына жақта ағаштар әлі сынып болмапты. Ладно, бұл ағаштарды мен сындырғам алдыңғы бөлімде. Бөлім шықпады бұның алдыңғы. Өзім сындырғам мына жердерді дайындау үшін. Так, біз бірінші енді бізге шөл далаға баруымыз керек. Кеттік, шөл даланы табайық енді. Жағында құм жоқ па? Ну ладно. Так, мына жақтан алмаларды алайын, аларды жинап алайын. Ағаштар сындырғаннан түскен ғой. Так, все. Кеттік іздейін енді. Бірінші өзіме түйе асырап алмаймын, себебі түйе ең қиыны десек те болады, себебі шөлді керек. Мен бірінші өзіме тасбақалар асырап ағым келеді. Так, бірінші ол үшін жіпке бұлар нете ма? Там байлана ма? Жоқ, тасбақалар байланбайды екен. Ладно, короче, онда тасбақа не істейтініміз білмейміз. Апару керек. Құмдардың бәрін жинап алайын, чтобы маған осы тасбақа керек болу үшін. Тасбақаны осы неде асыраймыз, короче. Мына жақтың бәрін жинап алайын, кейін бізге не керек болады. Қараңдар, мен не тауып мынандай нәрсені алғаш рет көрдім, деп жануар мен келгенде тығылып қалды. Қараңдар, көрдіңдер, аны уже бұрлап кетіп баратыр уже. Но мен келе жатсам, бұлар мені тығып қалады. Мынаны бірдеңе алдырып байлап алуға болмай ма? Қызық екен. Болады. Жүр, кел. Мынау осындай жерде тұрады. Онда мына жерді мен сындырып. Менде земля бар и так. Жоқ, мынандай земля емес, бірақ ол. Ладно, осындайдан сындырып алайын. Мен уже кәдімгі землядан табалым, себебі ол да керек болады. Мынандай земляны табалайық. Себебі мынаны байлап қоямыз. Мен артынан жүре бересің ғой, Онда тағы да басқа нәрсе іздейік. Біз немесе апарып келейін. Жап жақын жер екен. Бізде не жер? Су ар жаққа апаруымыз керек. Артынан қалмай ма сонда ананың? Қорықпа. Кетті, апарып келейін бірінші. Мен тасбақаны былай әкелетін болып шештім. Қаржырды бізде тасбақаны жерде міне артында ғана тұрады екен. Бұл жақсы.
Так, мен ана жаққа көріп тұрғандарындай бір модта апарып қойдым. Ол бізде әрине қой. Мен тасбақаға орын жасамадым ғой. Ладно, жасай салайық. Менің песоқтарым бәрін мен стекло қылдырып қойдым. Ладно, қайттан ала саламыз. Нана сәл мына жаққа қарай әкеп қояйық. Бізде қойды көріп тұрғандарындай астын мен бағанағы землямды әкеп едім. Мына осы жаққа тұра берсін. Короче, мені қой бізде мынандай болды көріп тұрғандарындай. Негіз басқа биом екен, мынандай биом екен. Сол үшін землям бүткіл бағанағы анан алам бір жануар әкелаттым ғой мен тағы олында жолда қалып қалды суға батып. Сонымен землясы мынандай болып кетті. Осы жаққа қойып едім. Давайте лучше мынау тасбақамызға орын жасайық. Бүгін 3 модқа жасайтын шығармын модқа. Келесте басқаларына жасаймыз. Так, біздің сундукта жоқ па? Неміз аты не еді? Жаңағы песок. Бізде 6 қапты, так жоқ екен. Окей. Негізі ана қойдың ішіне біз не істеп қоюымыз керек еді? Шөп өсіріп осыны мукамен сөгейте, типа шөп жеп тұрады. Ладно, кеттік. Бізде мен осында қылдырып алдым. Мен уже почти 59-на баптым песоктың. Біз енді бұлармен стекло жасауымыз керек бүткілімен. Наны сол жаққа апару керек. Қалай көтеремін? Жіпке орап алам, я. Окей, так біз бізде пешіміз қаяқта. Мен ана жақта қалдырып кеттім. Ладно. Бізде уже стеклоларымыз пеште пісіп жатыр. Біз уже кеш батып жатыр, модтар пайда болмай тұрғанда біз ұйықтап алайық. И все, спать эту ночью. Дәйде тұрдық, бізде әлі қаншасы пісіпті. 2 болыпты. 3, я. Күтегенді. Достар, мен видео аяқталды. Көріп тұрғандарында мен бүгін бұл жақта 3 мобты жинай алдым. Біріншісі бізде қой болды, екіншісі бізде тасбақа болды, және үшіншісі бізде сиырымыз болды. Сендермен бірге болған дейді. Достар, комментарийға келесте қандай мобтарды жинай, қандай қызықтысы, қандай невозможно мобтарды жинап көрейін, сонда комментарийға жазып кетер, мен обязательно оқып сол комментарийді осы экранға көрсетіп қойып, соны орындайтын боламын. Сендермен болған дейді. Арнаға түрге лайктарыңды аз кетіңдер. Давайте.